Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгін қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Қазақ тілі пәнінен бүгін біз барлығы 15 балл жинауымыз қажет. Оның ішінде оқылымға 5 балл, жазылым 10 балл. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді түсініп оқы, берілген тапсырмаларды орында. Бірінші абзацтан көздің үлкендігін білдіретін сөзді тауып жаз. Екінші абзацта берілген көп нүктенің орнына сәйкес болатын шылауды анықта. А себебі, В және С, мен, пен. Автор кейбір сөйлемдерде әкетіп барады, жазып жатыр деген сөздерді неге 2 рет қайталайды? А. Бір нәрсенің мәнісін күшейтіп көрсету үшін. В. Бір нәрсенің маңызды екенін көрсету үшін. С. Оқырманның есіне бір нәрсені түсіру үшін. Д. Мәтіндегі сөз санын толықтыру үшін. Осы берілген 4 нұсқадан қажетті дұрыс жауабын белгілейміз. 4. Мәтіндегі қарамен берілген сөздің мағынасын түсіндіріп жаз. 5. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған бір сұрақ құрастыр және оған жауап жаз. 2. тапсырма жазылым. Ауа райын болжау мәтінін оқы, тапсырмаларды орында. 1. 7-ші сөйлемдегі зат есімдерге көптік жалғап жаз. 2. Жылқы деген сөзді 3 жақта тәуелде. 3. тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, көшіріп жаз. Ал қанеки балалар, сіздерге сәттілік.